Алматы облысында тағы бір жел электр станциясы іске қосылды. Осымен өңірдегі жаңартылатын энергия көзінің саны 8-ге жетті. Электр станциясы желдің көмегімен жылына шамамен 230 миллион киловатт сағат энергия өндіретін болады. Сонымен қоса ауаға тарайтын парниктік газды азайтып, Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағын электр қуатымен толық қамтамасыз етеді. Жел электр станциясының қуаты 60 мегаватт. Жобаны қазақстандық Самұрық Энерго компаниясы мен Қытайдың Power China корпорациясы жүзеге асырған. Жаңа нысанды онлайн режимде энергетика министрі Болат Ақшолақов пен Самұрық қазына қорының басшысы Алмас Сатқалиев іске қосты. Мұнда әзірге 24 жел қондырғысы орнатылған. Осының барлығы 60 мың үйге энергия көзіне жеткізеді. Бізде 19 сондай альтернативті электр станциялары бар. Оның жетеуі желмен істейтін. Бүгін 8-ші аштық. Осы шелек дәлізінде ең үлкені болып саналады. Бүгінгі күнге 60 мегаваттан 300 мегаваттқа дейін кеңейтуге мүмкіншілік бар. Жалпы шелек дәлізінде 2000 мегаваттқа дейін жел электр энергиясын өндіруге мүмкіншілік бар. Самұрық Энерго энергия көзін жаңартуда су мен күнді оған қоса желдің қуатын сәтті пайдаланып келеді. Алдағы уақытта бұл станцияны кеңейтіп, қуаттылығын арттыру жоспарда бар. Бұл қондырғының негізгі міндеті көміртегін бейтараптандырады. Парниктік шығындыны 200 мың тоннаға дейін азайтады. Мемлекет басшысы 2030 жылға қарай бізде жаңартылатын энергия көрсеткіші 10%-ке жететін. Мүмкіндік болса оны 15%-ке көтеру қажеттігін айтты. Біз осы тапсырма бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Жаңа электр станциясы Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы шелек дәлізі деп аталатын аумақта орналасқан. Мұнда үнемі соғып тұратын жел энергияның пайда болуын қамтамасыз етеді. Жобаның құны шамамен 40 миллиард теңге. Қарлығаш Қайыпбекова, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.